неге табысың бір деңгейден көтерілмейді? Вот көптеген кәсіпкерлер бар, обороты 5 миллион болуы мүмкін, 10 миллион болуы мүмкін, немесе даже обороты 500 миллион кәсіпкерлерді көрдім. Бірақ таза табатын, қолына түсетін ақшасы 1 миллион теңге. Вот осындай кәсіпкерлер көрдім. Кейбір кәсіпкерлердің обороты 2 есе көтеріледі, мысалға 10 миллионнан 20 миллионға. Бірақ табатын, таза қолына түсетін ақшасы 1 миллион теңге деген сияқты. Бұл нені білдіреді? Әр адамда финансовый емкістік бар. Өзінің басына сиятын суммасы бар да, табысы. Соны өзгертпегенше, не істесең де, қандай бизнес істесең де, оборотыңды көтерсең де, ол көтерілмейді. Ал таза табысты өсіру үшін финансовый емкістікті үлкейту керек. Не деген сөз? Адам өзіне іште рұқсат беру керек. Өйткені ақшаға әр адамның қарым қатынасы әртүрлі. Біреуге 1 миллион теңге оңай келеді, біреуге 10 миллион теңге оңай келеді. Бірақ жаңа 1 миллион теңге тапқан адам өзінің сол емкісін үлкейтпесе ешқашан көбеймейді. Вот осы заңдылықты байқадыңдар ма? Вот сенде де солай ма? Вот комментарийға жаз. Дальше разбор жасайтын боламыз.